Баршаларыңызға сәлем. Бүгін заварной кремнің рецептімен бөліскім келеді. Кез келген тортқа жарайтын крем. Алдыменен бөлек ыдысқа сүтімізді құйып аламыз да газға қойып қоямыз. Сүтіміз газда жылуы тиіс, қайнамау керек, тек қана ыстық күйінде болатындай етіп қыздырып аламыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқаларды жарып аламыз. Үстіне қантымызды қосып, венчикпенен араластырып аламыз. Кейін осының үстіне жүгері крахмалын қосамыз. Қыздар жүгері крахмалы болмаса, онымен алмастыруға болады. Венчикпен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Кейін дайын болған жұмыртқалы массамызды мені сүтім қызды. Азғантай мөлшерін алдыменен жұмыртқалы масса қосасыздар, яғни бірден ыстыққа жұмыртқалы массамыз салуға болмайды. Араластырып аласыздар дағы осы жұмыртқалы массамызды сүтімізге қазір құямыздағы араластыратын боламыз. Басында менің газым бар қатысында тұр. Кейін мен оны орта жылдамдыққа, соңына қарай ең ақырына қоятын боламын. Енді ұзақ уақыттай араластырып тұратын боламыз, шамаменен 5-10 минут. Бірақ міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Себебі асты күйіп кетуі мүмкін, және де түйіршік болып асты жиналып қалу мүмкін. Сол себепті міндетті түрде газдың жанынан кетпей араластырып тұру қажет болады. Сары майымызды біздің массамыз көпіршіктеніп қоюлана бастаған кезде ғана салатын боламыз. Оған дейін майды салмаймыз. Мен секілді араластырып тұрасыздар. Мен ұзақ уақыт болғандықтан жаңағы видеоны шағын ету үшін осылай кішкене тез жылдамдықта түсірдім. Мен араластырып отырдым. Кейін яғни көпіршіктер пайда болған кезде міне видео қарасаңыздар көрінеді. Пузырьки дейді ғой, пайда болған кезде майымды қостым. Жақсылап тұрып араластырамын. Енді газдың астын қоюлана бастаған кезде ең ақырына қойып қоясыздар да араластырасыздар. Масса басында сұйықтау болып көрінуі мүмкін, бірақ қоюлау болу керек. Кейін суығаннан кейін ол қатады. Қатады дегенде яғни қоюланады. Кейін массамыз менде дайын болды. Қаймақтан да аздап сұйықтау болуы мүмкін, бірақ ол кейін қоюланады. Үстін пищевой пленкамен орап қойдым. Комнаталы температурада шамаменен менде 1 сағаттай тұрды. Ол өзі жаңағы бір температура келіп қоюланады. Міне қыздар дайын болды. Бұл жаңағы кремді кез келген тортқа қосуға болады. Тіпті печеньемен жесеңіздер де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай жасалады. Бастысы таза натуралды продукт болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.